Сәлеметсіз ме балалар? Бүгін 128-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Ұлттың болашағы ана тілінде. Одағай сөздер. Белгілі бір тақырыпта сөйлеген кезде сөйлеу мәдениетін сақтаймын. Одағай сөздерді сөйлем мен сөйлеуде қолданамын. 40-шы жаттығу: өлеңді дауыс екпінімен ырғағын сақтап оқы. Қарамен жазылған сөздердің мәнін бет-бейне қимылы арқылы көрсет. Асау тайым бермеді бой, ашу мені кернеді ғой. Ой, тарғыл жылан шақпады шақ, табанға сап таптадым ақ. Ах, шыбық алып, ешкі қуып, шаршадым мен кешке жуық. Ренжітер бұл да ағайды, оқымадым одағайды. Қап. Қарамен жазылған сөздердің мағынасына, тыныс белгілеріне назар аудар. Қарамен жазылған сөздер ой, ах, қап деген сөздер. Бұл сөздер әртүрлі көңіл күйді, соның ішінде өкіну, шаршау сияқты сезімдерді білдіріп тұр. Леп белгісі қойылған. Сөйлеушінің сөйлемде айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөздер одағай сөздер деп аталады. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді, сөйлем мүшесі бола алмайды. Мысалға, бәрекелді, өнерлі бала екенсің. Ойпыр-ай, қауіп алған жоқ па? 41-ші жаттығу: берілген тақырыптардың бірін таңдап алып, диалогке түс. Сөйлеу мәдениетін сақта. Ана тілің арың бұл, ана тіліңді құрметте деген 2 тақырып берілген. Соның бірін таңдап алсақ болады. Олай болса, Арман мен Әсемнің диалогын қарастырып көрейік. Бүгін ана тілін арың бұл деген тақырыпта пікірталасқа дайынсың ба? Әрине, бұл менің ойымда жүрген сұрақ еді. Шетелге оқуға кетсең, біраз уақытта ұмытатын шығарсың. Жоқ, менің тілім мәңгі жүрегімде болады. Өзімнің құрбыларыма үйретіп, күнде өз тілімде сөйлейтін боламын. 42-ші жаттығу: берілген одағайларды қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Па, шіркін, әттен, ойпыр-ай деген одағай сөздер берілген. Олай болса, сөйлем құрастырайық. Па, шіркін, бүгінгі күннің ыстығы қандай өткір еді. Әттең, шет тілін үйренуді ертерек бастауым керек еді. Ойпыр-ай, сен неге тыныш отырмайсың? 43-ші жаттығу: сөйлемдерді одағай сөзі бар сөйлемге айналдырып жаз. Одағайлардан кейін қандай тыныс белгісін қойдың? Алақай, елбасымен кездесеміз. Бәрекелді, аға, мұныңыз жақсы ақыл болды. Ой, қарағым-ай, білмеді екенсің ғой. Шіркін, ағылшынша еркін сөйлесем екен. 44-ші жаттығу: жаңылтпашты оқып, жатқа айт. Дәптерім дәптер ақ еді, жоғалтқан қаптер ақ еді. Қажетке көп жарап еді, әлі де көп жері ақ еді. Одағай сөзді тап. Одағай сөз қап сөзі. Қарамен жазылған сөздерді салыстыр. Қайсысы сын есім, қайсысы шылау екенін дәлелде. Дәптер ақ сөзінде ақ шылау, жері ақ деген жерде ақ сын есім. Шығармашылық үзіліс. 45-ші жаттығу: ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді шылаулармен салыстырып, бір-бірінен айырмашылығын айт. Ребустың жауабы алақай сөзі. Шылау сөйлемге қосымша мән беріп тұрады, ал одағай көңіл күйді білдіреді. 46-ші жаттығу: ұлттың болашағы ана тілінде деген тақырыпта сөйлеуге дайындал. Ол үшін тақырып бойынша дереккөздерден мәлімет жина. Сөйлейтін сөзінің жоспарын құр. Қолданылатын мақал-мәтелінді анықта. Ойын дәлелді болу үшін мысал ізде. Айтар ұсынысыңды тұжырымда. Сөйлеу барысында дауыс екпінімен ырғағын сақта. Ишара мен одағай сөздерді қолдан. Жоспар: ана тілім, тіл өнері, бабадан қалған даналық. Әр ұлттың өз ана тілі бар. Сол сияқты менің туған тілім қазақ тілі. Өз тілімнің сондай бай екендігін сезінгенде жүрегім жылып қоя береді. Шіркін, атадан балаға беріліп келе жатырған тілімізде қаншама өнер жатыр. Соның ішінде жыр дастандар, айтыс өнері, шешендік өнер, мақал-мәтелдер, аңыз әңгімелер бар. Астарында қаншама білім жатырғандығын елестетудің өзі қиын. Тілсіз күй тарту арқылы рухты бабаларымыз қаншама сөзді жеткізе білген. Бабалар өсиеті: халқымыздың тілі бай, бұзылмаған қаймағы. Біз шығарған қиссалар нағыз соның айғағы. Қожамберген бабамыздың осынау жыр-шумақтары дәл қазіргі таңда ана тілімізді сақтап қалудың бар амалын жасап жатқан көкірегі ояу азаматтардың ұранына айналса игі. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.